Сәлем достар, бұл Қазақ Story Time, біз бастаймыз. Бір бөлім сатқындық және мұздай тұңғиық. Сатқындық ешқашан жаудан келмейді. Ол әрқашан сен арқаңды сеніп тапсырған, бірге қан кешкен адамнан келеді. Олар мені мұзды өзенге лақтырғанда суға батып өледі деп ойлады. Бірақ олар менің ішімдегі кек отының кез келген мұзды ертіп жіберетіндей ыстық екенін есепке алмады. Бір тарау қасқырлар шатқалындағы тұзақ. Желтоқсан айының қаһарлы түні. Тянь-Шань тауларының терең түкпіріндегі қасқырлар шатқалында ауа температурасы -30 градусқа дейін төмендеген еді. Шатқалдың түбінде, қараңғылықтың ішінде ағысы қатты, мұздай суық тау өзені гүрілдеп ағып жатыр. Өзеннің бетіндегі мұз сыңғырлап, судың асау ағысы оны бұзып өтуде. Осы бір адам аяғы баспайтын қатыгез табиғаттың ортасындағы түк құздың басында жалғыз қара Land Cruiser көлігі тұр. Көліктің ішінде Қазақстан Республикасы қарулы күштері арнайы операциялар күштерінің спецназ тарихындағы тұңғыш әрі жалғыз әйел генералы Зарина Асанова отыр. Ол 40-тың қырқасына жаңа шыққан, жанары болаттай суық, талай соғыс пен құпия операцияларда шыңдалған нағыз тірі аңыз еді. Зарина бұл жерге кездейсоқ келген жоқ. Оның қолында кішкентай ғана қара флешка бар. Бұл флешкада қорғаныс министрлігіндегі жоғары лауазымды шенділердің халықаралық террорлық ұйымдарға жасырын түрде қару-жарақ сатып жатқанын дәлелдейтін құжаттар бар еді. Зарина бұл жемқорлық желісінің ізіне бірнеше ай бойы түсіп, ақыры олардың басты серкесін тапты. Ол өзінің ең сенімді адамы, оң қолы саналатын полковник Бақытжан Оспановпен осы жерде кездесуді жоспарлаған. Олар бұл құжаттарды тікелей президент аппаратына өткізуді келіскен болатын. Кенеттен шатқалдың арғы жағынан жарық көрінді. Екі ауыр әскери жол талғамайтын көлік қарды бұрқырата келіп, Заринаның көлігіне қарама-қарсы тоқтады. Зарина терең дем алды. Ол пиджагының астындағы глок тапаншасының орнында тұрғанын тексерді де көліктен сыртқа шықты. Қаһарлы аяз бірден оның бетін қарып өтті. Қарсы алдындағы көліктен полковник Бақытжан Оспанов түсті. Оның үстінде қалың қысқы камуфляж. Оның артынан қаруланған, беттерін тұмшалаған 8 арнайы жасақ сарбазы шықты. Бақытжан, деді Зарина оған қарай қадам басып. Оның даусында ешқандай үрей жоқ, тек генералға тән бұйрықты үн бар. Сен жалғыз келуің керек еді. Бұл жігіттер кім? Біздің операциямыз аса құпия екенін білесің ғой. Бақытжан Заринаға жақындап келді. Оның жүзінде баяғы бағынышты, құрметке толы офицердің бейнесі жоқ еді. Оның орнында тәкаппар, қатыгез жымес пайда болды. Ол қолындағы темекісін қарға тастап, етігімен басты. Операция аяқталды, жолдас генерал, деді Бақытжан мысқылдай сөйлеп. Сіз өз міндетіңізді мінсіз орындадыңыз. Флешканы таптыңыз. Енді оны маған беретін кез келді. Заринаның миында дабыл қоңырауы соғылды. Ол арнайы жасақтың генерал ретінде адамның ниетін көзінен ақ оқи алатын. Ол Бақытжанның артында тұрған 8 адамның Қазақстан армиясының сарбаздары емес, жалдамалы өлтірушілер екенін олардың қару ұстау мәнерінен ақ түсініп үлгерді. Сонда қару сатқан сатқын сен екенсің ғой, Бақытжан, деді Зарина, көздері шақпақ тастай жарқ етіп. Мен сені қатарымдағы ең жақсы офицер деп ойлаппын. Ал сен жай ғана ақшаға сатылған егеу құйрық болып шықтың. Саясат пен бизнес, Зарина, сіз әрқашан тым турашыл, тым әділ болдыңыз. Бұл өмірде әділдікке орын жоқ, тек күш пен ақша ғана билік етеді, деді Бақытжан тапаншасын суырып алып. Оның адамдары да қаруларын генералға кезей бастады. Флешканы беріңіз. Сонда мен сізді тез әрі қинамай өлтіруге уәде беремін. Екі тарау, қанды қардағы жалғыз қасқыр. Зарина қарқылдап күліп жіберді. Оның күлкісі мұздай шатқалды жаңғыртып, жалдамалылардың бойында түсініксіз үрей тудырды. Олар алдарында тұрған әйелдің өлім аузында тұрып қалай күле алатынын түсіне алмады. Сен менімен 10 жыл бірге қызмет еттің, Бақытжан, соның өзінде менің кім екенімді әлі түсінбеген екенсің, деді Зарина. Мен бұл погондарды кабинетте қағаз жазып алған жоқпын. Мен оны қан мен термен жүздеген мәйіттің үстінен аттап жүріп алдым.
Сөз аяқталған микросекундта Заринаның денесі жарылғыш заттай іске қосылды. Ол сөйлеп тұрып, оң қолын пиджагының ішіне кіргізіп үлгерген еді. Бақытжан тапаншасының шүріппесін басам дегенше, Зарина бірден жерге сырғып құлап, өз глок тапаншасынан 2 рет оқ атты. Оқтардың бірі Бақытжанның оң иығына тиіп, оның қаруын ұшырып түсірді. Екінші оқ оның жанындағы жалдамалының тамағына қадалды. Қан апақ қарға бұрқақтай шапшыды. Атыңдар қан шықты, деп бақырды Бақытжан, аурудан ыңырсып көліктің артына қарай тығылып. Құлақ тұндырарлық атыс басталды. Автоматтың оқтары Заринаның көлігін тесіп, әйнектерін шашып жатты. Бірақ Зарина баяғыда орнын ауыстырып үлгерген. Ол өзінің көлігінің дөңгелегінің тасасынан шығып, нысананы көздемей-ақ, тек инстинктімен 2 жалдамалыны дәл жүректен атып сұлатты. Ол нағыз жыртқыш еді. Әрбір қимылы есептелген, әрбір оғы өлшеулі. Оның тапаншасындағы оқ таусылған сәтте бір жалдамалы оған жақын келіп қалған болатын. Зарина тапаншаны лақтырып жіберіп, орнынан атып тұрды да, қарсыласының автоматынан ұстап, оны өзіне қарай жұлқа тартты. Ол жалдамалының тепе-теңдігін бұзып, оң аяғымен оның тізесін сындыра тепті. Жігіт бақырып құлағанда, Зарина оның беліндегі тактикалық пышағын суырып алып, оның күре тамырын бір-ақ орып жіберді. Қан шашырап, Заринаның жүзін қызылға бояды. Ол қалған автоматты іліп алып, қалған 4 адамға қарай оқ жаудырды. Тағы екеуі жер құшты. Бірақ ол жалғыз еді. Ал жаулары кәсіби жалдамалылар болатын. Қалған 2 адам оны 2 жақтан қыспаққа алды. Заринаның автоматында оқ бітті. Ол пышағын қолына мықтап ұстап, соңғы шайқасқа дайындалды. Дәл осы кезде оның ту сыртынан, құздың шетінен тағы бір адам пайда болды. Бұл Бақытжанның жеке мергені еді. Ол үнсіздікпен Заринаның арқасынан көздеді. Тарс. Ауыр снайперлік оқ Заринаның оң жақ жауырынының астынан кіріп кеудесін тесіп өтті. Ауру сезімі найзағайдай бүкіл денесін шарпып өтті. Зарина ауа қармай, тізерлеп құлады. Пышақ қолынан түсіп кетті. Қан тоқтаусыз ағып, апақ қарды қызыл көлге айналдырды. Ол қаншақты мықты болса да, адам ағзасының физикалық шегі бар еді. 3 тарау, құз басындағы үкім. Бақытжан иығын ұстаған күйі, қалған 2 жалдамалының қорғауымен Заринаның қасына келді. Ол қансырап, тізерлеп жатқан генералға жоғарыдан төмен қарады. Оның көзінде жеңімпаздың қатыгездігі бар еді. Сіз шынымен де аңызсыз, Зарина, деді Бақытжан демігіп, жан-жағында жатқан 6 адамының мәйітіне қарап. Менің ең элиталық тобымның жартысын жалғыз өзіңіз жалаңаш қолмен дерлік қырдыңыз. Бірақ бәрібір жеңілдіңіз. Ол еңкейіп, Заринаның пиджагының ішкі қалтасынан кішкентай қара флешканы суырып алды. Зарина оған қанталаған көздерімен қарады. Оның ерінен қан тамшылап тұрды. Ол ешқандай жалынбады, өмір сұрамады. Сен бұл үшін жауап бересің, деп күбірледі ол. Оны кімнен сұрайды? Сізден ме? Деп қарқылдап күлді Бақытжан. Ертең бүкіл ел арнайы жасақтың генералы Зарина Асанованың қызметтік көлігімен тау жолында апатқа ұшырап, өзенге құлап қайтыс болғанын естиді. Мен сіздің жерлеуіңізде құрметпен сөз сөйлеп, табытыңызға гүл қоятын боламын. Ал мына флешкадағы ақпарат мені миллионер етеді. Бақытжан Заринаның жақасынан ұстап, оны құздың шетіне қарай сүйреді. Төменде 50 метр тереңдікте ағып жатқан мұзды өзеннің гүрілі естіліп тұрды. Қараңғы тұңғиық өзінің жаңа құрбанын күтіп жатқандай. Қош болыңыз, жолдас генерал, деді Бақытжан. Ол етігімен Заринаның кеудесінен бар күшімен итеріп жіберді. Заринаның денесі құздың шетінен ауып, қараңғы тұңғиыққа қарай құлдырай берді. Ауадағы суық жел оның бетін тіліп өтті. Ол өзінің төмен құлап бара жатқанын сезді, бірақ оның миы өлімге дайындалған жоқ. Оның миында тек бір ғана ой тұрды: мен өлмеймін. Мен онымен бірге өлмеймін. 4 тарау, мұзды тозақ және кектің ұшқыны. Гүрс. Заринаның денесі өзеннің бетіндегі жұқа мұзды сындырып, мұздай суға кіріп кетті. Судың суықтығы соншалық, ол денені мыңдаған пышақпен тілгілегендей әсер берді. Жүрегі бір сәтке тоқтап қалғандай болды. Өзеннің асау ағысы оны су түбіне қарай сүйреп, аударып, тастарға соға бастады. Кеудесіндегі оқ жарасынан аққан қан сумен араласып жатты.
Заринаның өкпесі оттай жанып, ауа тапшылығынан миы сөне бастады. Оның көз алдына өмірінің соңғы сәттері, Бақытжанның мысқылдаған түрі, оның сатқындығы келді. Мен сіздің табытыңызға күл қоямын. Жоқ, деп айқайлады оның ішкі дауысы. Генерал Зарина Асанова арнайы жасақтың ең ауыр сынақтарынан өткен адам. Оны суға тұншықтыру, аязға қатыру мүмкін емес еді. Оның ішіндегі өмір сүруге деген, кек алуға деген жабайы, хайуани инстинкт оянды. Ол бар күшін жинап ағысқа қарсы емес, ағыспен бірге қимылдай бастады. Судың бетіне шығуға тырысты. Оның қолдары мұздай суда қатып, жансызданып қалса да, ол қимылын тоқтатпады. Бірнеше минутқа созылған тозақтық күрестен кейін, ол су бетіне атып шығып, мұздай ауаны ашкөздікпен жұтты. Өзен оны бірнеше шақырым төмен ағызып әкеліп, жағадағы қалың талдардың бұтақтарына лақтырып тастады. Зарина ағаш тамырынан жанұшыра жабысып, өзін судан сүйреп шығарды. Ол қардың үстіне етпетінен құлады. Оның үстіндегі киімдері мұз болып қата бастады. Денесі толықтай гипотермияға түсуге ұшырап, дірілдеп жатты. Кеудесіндегі жара оны одан сайын әлсіретті. Қалыпты адам мұндай жағдайда 5 минутта өліп кетер еді. Бірақ Зарина өзін өзі бақылаудың ең жоғары деңгейін меңгерген. Ол санасын аурудан және суықтан оқшаулап тастады. Ол тістерін шықырлата қайрап, орнынан баяу тұрды. Оның көздері түнектің ішінде жанып тұрған қасқырдың көзіндей қызарған әрі қатыгез еді. Ол артына құздың басындағы шамдары өшіп бара жатқан көліктерге қарай қарады. Сендер мені тозаққа жібердіңдер деп сыбырлады ол, еріндерінен қан мен су араласып ағып. Бірақ мен ол жақтан жалғыз қайтпаймын. Мен сол тозақты сендердің үйлеріңе алып барамын, Бақытжан. Генерал Зарина сол түні өлген жоқ. Ол мұзды өзеннің ішінде қайта туды. Ол енді заңға, әділеттілікке бағынатын офицер емес еді. Ол өзінің сатқындарын жер астынан да тауып алатын, ешкімді аямайтын кек періштесіне айналды. Бақытжан өзінің артынан қандай аждаханы оятқанын, оның ақыры қаншалықты жан түршігерлік болатынын әлі білген жоқ. 2 бөлім. Көлеңкеден қайтқан елес және үрейдің басталуы. Тозақ отына күйген адамды кәдімгі отпен қорқыту мүмкін емес. Сатқындар әрқашан өздерінің қылмыстарын ізім қайым жасырдық деп ойлайды. Олар өлімнен қайтқан адамның көлеңкесі олардың ең жарық күндерін мәңгілік түнекке айналдыратынын тым кеш түсінеді. 5 тарау. Мұзды тозақтағы өмір үшін арпалыс. Қасқырлар шатқалының түні қатыгез еді. -30 градус аязда үстіндегі су болған киімі мұзға айналып, қатып қалған Зарина әрбір қадамын жанұшыра басып келе жатты. Кеудесіндегі оқ жарасынан аққан қан суықтан қарайып үйіп қалған. Әрбір тыныс алған сайын өкпесіне мыңдаған ине шаншылғандай ауырсынады. Бірақ оның миы денесінің әлсіздігіне бағынудан бас тартты. Ол бұл аймақты беске білетін. Осыдан 5 жыл бұрын ол арнайы жасақтың альфа тобын дәл осы шатқалда экстремалды өмір сүруге жаттықтырған болатын. Оның есінде өзеннен 5 шақырымдай биіктікте қарағайлардың арасында жасырылған ескі орманшының үйшігі бар екені сақталған. Егер ол сол жерге жетпесе, таң атқанша қатып өлетіні анық еді. 5 шақырым қалыпты адам үшін жарты сағаттық жол. Бірақ қансыраған гипотермияның түсудің соңғы сатысындағы Зарина үшін бұл 5 шақырым мәңгіліктей көрінді. Ол қарды қолымен малтып, тізерлеп, кейде тіпті бауырмен жорғалап алға жылжыды. Оның санасы бұлдырап, елестер көре бастады. Көз алдына Бақытжанның мысқылдаған түрі, оның «қош болыңыз» деген сөзі қайта-қайта келе берді. Бұл естелік оның ішіндегі ашуды оттай маздатып, оған алға жылжуға күш берді. Таңғы сағат 4-тер шамасында ол үйшікке жетті. Есікті сындырып ішке кірген бойда еденге құлады. Үйшіктің іші суық, бірақ жел жоқ еді. Ол соңғы күшін жинап, бұрыштағы ескі пешке отын салып, жанында қалған сіріңкемен арнайы жасақ киімінің су өтпейтін қалтасындағы от тұтандырды. Бөлме іші жыли бастағанда Зарина өзінің ең ауыр сынағына кірісті. Кеудесіндегі оқты алу. Ол үстіндегі мұз болып қалған киімдерін шешіп тастады. Жараны қарады, оқ оң жақ жауырынның астынан кіріп, кеудесінің оң жақ шетін тесіп өткен екен. Бақытына орай, өкпесі мен үлкен қан тамырлары аман қалған. Өзеннің мұздай суы қанды тоқтатып, қабынуды баяулатқан еді.
Ол пештегі шоққа кәдімгі аңшы пышағын салып қыздырды. Пышақ қып-қызыл болып шоқтай жанғанда, Зарина тісіне ескі шүберекті тістеп, қызған темірді өз жарасына басты. Ет күйіп түтін шықты. Заринаның көздері шарасынан шығып кете жаздады, бірақ ол бір ретте бақырмады. Ол қанды тоқтатып, жараны қарып, прижигание тастады. Сол түні ол оттың жанында ескі көрпеге оранып, ес-түссіз ұйқыға кетті. Генерал Зарина Асанова сол түні ресми түрде қайтыс болды. Ал таңертең орманшының үйшігінен оянған адам тек кетпен ғана тыныс алатын, аяушылықты білмейтін жыртқышқа айналған елесет. 6 тарау. Астанадағы жалған көз жас. 2 күннен кейін. Астана қаласы. Қорғаныс министрлігінің бас ғимараты. Мәжіліс залында қаралы жиын өтіп жатты. Мінберде Қазақстанның әскери элитасы, министрлер мен генералдар жиналған. Залдың ортасындағы үлкен экранда Зарина Асанованың әскери формадағы ордендері жарқыраған суреті тұр. Оның қызметтік көлігі қасқырлар шатқалынан табылғаны, бірақ денесі мұзды өзеннің ағысымен ағып кетіп, табылмай жатқаны туралы ресми мәлімдеме жасалды. Ресми нұсқа қар көшкіннен болған қайғылы жол апаты. Мінберге полковник Бақытжан Оспанов шықты. Оның оң қолы гипспен таңылған, Заринаның оғы тиген жері, бірақ ол мұны апат орнында іздеу жұмыстарын жүргізгенде алған жарақатым деп түсіндірген. Оның жүзі қайғыға толы, көздері мұңлы еді. Ол микрофонға жақындап тамағын кенет. Бүгін біз тек ұлы қолбасшыдан ғана емес, нағыз бауырымыздан айырылдық, деді Бақытжан, дауысын шебер дірілдетіп. Генерал Асанова мен үшін ұстаз, әпке, қарулас жолдас болды. Ол отан үшін жанын беруге әрқашан дайын еді. Біз оның бастаған ісін жалғастырамыз. Оның жарқын бейнесі біздің жүрегімізде мәңгі қалады. Залдағы көптеген офицерлер көздеріне жас алды. Ал Бақытжан ішінен қарқылдап күліп тұрған болатын. Ол өзінің мінсіз спектакліне өзі риза еді. Ешкім ештеңеден күдіктенген жоқ. Ол Заринаның флешкасындағы ақпаратты қолданып, келесі аптада таяу шығыстан келген ірі қару-жарақ контрабандистермен келісім жасасуды жоспарлап қойған. Бұл келісім оған ондаған миллион доллар табыс әкеліп, оның билігін одан әрі күшейтетін еді. Ол енді өзін қорғаныс министрлігінің жаңа сұр кардиналы сезінді. Сол күні кешке Бақытжан өзінің жекеменшік элиталық мейрамханасында қол астындағы сенімді адамдармен, онымен бірге қылмысқа барған офицерлермен жеңісті атап өтті. Бәрі таза, мырзалар, деді ол виски құйылған бокалды көтеріп. Қаншық өзеннің түбінде балықтарға жем болды. Біздің жолымыз ашық. Қара барыс операциясы, қару сату, жоспар бойынша өтеді. Бұл өмірде кімнің тісі өткір болса, сол ғана билік етеді. Олар күліп бокалдарын соғыстырды. Бірақ олар сол өткір тістердің қараңғылықтан өздерінің жұтқыншақтарына қарай жақындап келе жатқанын сезген жоқ. 7 тарау. Көлеңкедегі дайындық және елестің оралуы. 3 апта өтті. Зарина Асанова тау ішіндегі орманшының үйінде 3 апта бойы жазылып жатты. Ол шөптерден дәрі жасап, жарасын тазалап, күн сайын физикалық жаттығулар арқылы денесін қалпына келтірді. Оның бұлшықеттері бұрынғы күшіне еніп, кеудесіндегі жара орнында қорқынышты үлкен тыртық қалды. Бұл тыртық оған күн сайын Бақытжанның сатқындығын еске салып тұратын мөрге айналды. Толық қалпына келген соң, Зарина түнгі уақытта таудан жаяу түсіп, қаланың шетінде орналасқан, тек өзі ғана білетін құпия бункерге жетті. Арнайы жасақтың генералы ретінде ол әрқашан ең нашар сценарийлерге дайын жүретін. Бұл бункер ресми құжаттарда жоқ, оның биометрикалық деректермен ғана ашылатын қауіпсіздік нүктесі еді. Бункерге кірген ол жарықты қосты. Мұнда оған қажеттінің бәрі бар болатын. Түрлі калибрлі қарулар, тактикалық жабдықтар, жалған паспорттар, шетелдік банк шоттарына байланған қолма-қол ақшалар, және ең бастысы қорғаныс министрлігінің ішкі желісіне тікелей қосылған арнайы сервер. Зарина шашын қысқа етіп кесіп тастады. Айна алдында тұрып, үстіне толық қара түсті тактикалық форма киді, оқ өтпейтін кеудеше, бронежилет тақты, 2 жамбасына өзінің сүйікті Glock 19 тапаншаларын ілді.
Ол енді генерал емес еді, ол тірі өлім машинасына айналған болатын. Ол серверге отырып, министрліктің желісіне бұзып кірді. Бақытжанның жеке істерін, оның соңғы хат-хабарларын, банк шоттарын сканерлеп шықты. Бақытжанның қара барыс операциясының қашан және қайда өтетінін Зарина тез-ақ анықтады. Сен ақшаны жақсы көресің ғой, Бақытжан. Ендеше мен сені сол ақшаға тұншықтырамын, деді ол мониторға қарап. Бірақ ол Бақытжанды бірден өлтіруді жоспарлаған жоқ. Өлім тым жеңіл жаза еді. Ол Бақытжанның империясын, оның адамдарын, оның психикасын бөлшектеп, оны абсолютті үрей мен паранойяның ішіне қамамақшы болды. Ойын басталды. 8 тарау, алғашқы соққы және қараңғыдан келген сәлемдеме. Бақытжанның ең сенімді адамдарының бірі мерген Руслан еді. Дәл осы Руслан қасқырлар шатқалында Заринаның ту сыртынан снайперлік винтовкамен оқ атқан болатын. Ол өзін өте қауіпсіз сезініп, Астананың орталығындағы элиталық пәтерлердің бірінде тұратын. Оның пәтерінің есігі бронды, терезелерінде дабыл жүйесі орнатылған еді. Жұманың түні. Руслан қымбат клубтан ішіп, мас болып үйіне келді. Ол дабыл жүйесін өшіріп, есікті ішінен 3 рет құлыптап алды. Пиджагын лақтырып тастап, асүйге кіріп, тоңазытқыштан су алмақшы болды. Кенеттен асүйдің жарығы сөніп қалды. Бұларың не тағы деп күбірледі ол, электр қалғанына қарай бұрылып. Бірақ ол бұрылған сәтте, оның мойнына арнайы тактикалық сым оралып, бар күшімен қылғындырып тартты. Руслан қаншақты мықты болса да, мас күйінде бұл кәсіби шабуылға қарсылық көрсете алмады. Ол ауа қармай, қолдарын бұлғап еденге құлады. Шабуылшы оның қарсыласуын тоқтату үшін оның тізесіне дәл әрі өте ауыр соққы жасады. Сүйектің сынған дыбысы естілді, бірақ Руслан сымның кесірінен бақыра алмады. Шабуылшы оны босатқанда, Руслан еденде есін жия алмай, қан қақырып жатты. Ол басын көтеріп қарғанда, қараңғылықтың ішінен түсетін айдың сәулесі шабуылшының бетін нұрландырды. Русланның көздері шарасынан шығып кетті. Оның алдында тұрған адам ол өз қолымен атып өлтірген генерал Зарина Асановай. Елес. Бұл мүмкін емес. Мен саған дәл жүрегіне жақын тигізгем, деп дірілдеді Руслан, бұтын сулап қойып. Оның миы бұл шындықты қабылдай алмады. Зарина оған жақындап, оның басын шашынан жұлқа көтерді. Оның көздері Русланның жанын тесіп өтетіндей суық еді. Сенің оптикал көздеуішің сәл қисық екен, Руслан, деді Зарина сыбырлап. Келесі жолы қаруыңды дұрыс тазалап жүр. Кешір, келесі жолы болмайды екен ғой. Ол Русланның өзінің снайперлік винтовкасының оғын, гильзасын емес, бүтін оқты алып, оны Русланның аузына күштеп тығып жіберді де, екінші қолымен оның мойнын бұрап, омыртқасын үзіп жіберді. Өлім лезде келді. Зарина мәйіттің үстіне қанға боялған, өзінің генералдық жұлдызшасын, погонындағы жұлдызды қойып кетті. Бұл Бақытжанға арналған нақты ескерту, сәлемдеме болатын. Ол пәтерден ешбір дыбыс шығармастан, терезеден арқанмен түсіп түн ішіне сіңіп кетті. 9 тарау, үрейдің оянуы және паранойяның басталуы. Келесі күні таңертең. Бақытжанның кабинетіне оның көмекшісі бозғылт түспен жүгіріп кірді. Жолдас полковник. Русланды өз пәтерінен өлі күйінде тапты. Оның мойнын үзіп кеткен. Ешқандай ізі жоқ, есік бұзылмаған. Және ең қорқыныштысы, оның кеудесіне мынаны тастап кетіпті, көмекші пластик пакетке салынған, қан жұққан генералдық жұлдызшаны үстелдің үстіне қойды. Бақытжан жұлдызшаны көргенде, оның жүрегі тоқтап қала жаздады. Ол бұл жұлдызшаны қасқырлар шатқалында Заринаның погонынан өз көзімен көрген еді. Оның бойынан суық тер бұрқ ете түсті. Бұл кімнің ісі? Ол өліп қалды ғой. Ол мұздың астына кетті. Мен оны өз көзімен көрдім, деп айқайлады Бақытжан, үстелді ұрып. Оны судан ешкім тапқан жоқ қой, мырза, деп күбірледі көмекші қорқып. Бақытжан креслосына отыра кетті. Оның баяғы тәкаппарлығы мен сенімділігінен түк қалмады. Ол тірі. Бұл жынды қаншық тірі. Ол біздің бәрімізді қыруға келді деген ой оның миын жегідей жеп жатты. Ол Заринаның қандай қауіпті екенін бәрінен де жақсы білетін. Егер ол тірі болса, демек олардың ешқайсысы қауіпсіздікте емес. Күзетті күшейтіңдер.
Менің үйімді, отбасымды, көлігімді 2 есе күзетіңдер. Қалған жігіттерді жинап, оның ізіне түсіңдер. Ол жалғыз, оған көмектесетін ешкім жоқ. Табыңдар оны, деп бақырды ол. Бірақ паранойя оның санасын улай бастаған еді. Ол енді әрбір көлеңкеден, әрбір бұрыштан Заринаның суық көздерін көретіндей болды. Бақытжанның тозағы енді ғана басталған болатын, ал кек періштесі оның империясының келесі кірпішін суыруға дайындалып жатқан еді. 3 бөлім, үрей симфониясы және күл талқан болған империя. Адамды өлтіру оңай, бірақ оның рухын, үмітін және билігін өлтіру үшін нағыз шеберлік керек. Сатқындар қараңғылықты жақсы көреді, өйткені онда олардың қылмыстары көрінбейді. Бірақ қараңғылық менің ең жақын досым. Олар өздерінің қорғаны деп ойлаған түнек шын мәнінде менің аңшылық алқабым еді. 10 тарау. Қорқақтың ұйқысыз түндері және қара барыс операциясы. Русланның жұмбақ өлімінен кейін Бақытжанның өмірі нағыз тозаққа айналды. Ол 3 күн бойы көз ілмеді. Оның Астананың қақ ортасында орналасқан, жоғары деңгейде қорғалған пәтері енді оған қауіпсіз қамал емес, ауасы тарылған темір тор сияқты сезілді. Ол әрбір сыбдырдан селк етіп күзетшілеріне айқайлай беретін болды. Терезелердің перделерін тарс жауып көшеге шығудан қалды. Бірақ оны алда үлкен іс күтіп тұрған еді. Қара барыс операциясы таяу шығыстан келген аса қауіпті халықаралық қару саудагерлеріне Қазақстанның әскери қоймасынан ұрланған жаңа үлгідегі птырк танкке қарсы басқарылатын зымыран кешендері мен жүздеген снайперлік винтовкаларды сату. Келісім құны $40 миллион. Бақытжанға бұл ақша ауадай қажет еді. Енді ол бұл ақшаға билігін арттыруды емес, жай ғана құжаттарын ауыстырып, Оңтүстік Америкаға қашып кетуді армандады. Ол Заринаның тірі екеніне толықтай көз жеткізген. Ал Заринаның оны жай ғана тірі қалдырмайтыны бесенеден белгілі. Бейсенбінің түні. Бақытжан өзінің ең сенімді 4 офицерін және жалдамалы 15 қарулы жасағын жинап, қала сыртындағы қараусыз қалған кеңестік локомотив жөндеу депосына бет алды. Бұл жер қару-жарақты жасырын тиеуге және үлкен жүк көліктерін кіргізуге өте ыңғайлы еді. Көлікте келе жатып Бақытжан рация мен оққағарларының бастығына бұйрық берді. Данияр, периметрді 3 еселеп күзетіңдер. Төбеге 2 мерген шығар. Деп оның ішіне ешбір бөгде адам, тіпті тышқан да кірмеуі тиіс. Егер күдікті көлеңке көрсеңдер, ескертусіз атыңдар. Арабтар келгенше бәрі таза болуы керек. Данияр басын изеді. Уайымдамаңыз, бастық. Бұл жерден шыбын ұшып өтпейді. Бәрі біздің бақылауымызда. Егер ол өлген қатын мұнда келсе, біз оны електей тесіп тастаймыз. Бақытжан оның сөзінен жұбанған жоқ. Данияр Зарина Асанованың кім екенін, оның жалғыз өзі тұтас батальонның жұмысын істей алатынын білмейтін еді. Бақытжан терезеден қараңғы далға қарап, дірілдеген қолдармен темекісін тұтандырды. Оның параноясы шегіне жеткен. 11 тарау, ажалдың геометриясы. Олар депоға түнгі сағат 1-де жетті. Бірақ олар бұл жерге бірінші болып келген жоқ еді. Зарина Асанова бұл кездесудің орны мен уақытын қорғаныс министрлігінің серверінен әлдеқашан оқып алған болатын. Ол депоға 6 сағат бұрын келіп, бүкіл аумақты зерттеп шықты. Бұл ғимарат оның тактикалық ақылы үшін нағыз шахмат тақтасына айналды. Ол депоның ішіндегі басты жарық көздерін өз қашықтан басқару пультіне жалғап қойды. Негізгі есіктердің артына көзге көрінбейтін бұрыштарға бағытталған 4 жарылғыштарын орнатты. Ол шабуылдау үшін емес, психологиялық соққы беру, бағыттау және жауларын бір-біріне айдап салу үшін қақпандар құрды. Қазір Зарина депоның төбесіндегі ескі металл конструкцияның, кран балканың үстінде жерден 15 метр биіктікте қара көлеңке сияқты үнсіз жатты. Оның үстінде түнгі камуфляж, басында жылуды, тепловизорды жасыратын арнайы капюшон. Көзінде түнде көру құрылғысы бар. Қолында дыбыс бәсеңдеткіші бар, лазерлік нысанаға алғышы орнатылған 4-1 автоматы. Ол төменде құмырсқадай қайнап жатқан Бақытжанның адамдарын жоғарыдан бақылап отырды. Сен қорқып тұрсың, Бақытжан, деп ойлады Зарина, мұның дірілдеп темекі шегіп тұрған бейнесін оптикадан көріп. Сенің қорқынышың менің ең басты қаруым.
15 минуттан кейін депоның ауласына 3 қара түсті жол талғамайтын көлік пен 2 жабық жүк көлігі фура кірді. Бұл таяу шығыстан келген қару сатып алушылар еді. Көліктен ұзын сақалды, қаруланған 10 шақты араб содырлар мен олардың басшысы Тарик есімді қатыгез саудагер түсті. Оның адамдарының қолдарында миллиондаған доллар салынған металл кейістер бар еді. Бақытжан оларды қарсы алуға алға шықты. Оның артында өзінің күзетшілері қаруларын кезеп тұрды. Екі жақта бір-біріне сенбейтін. Тарик, деді Бақытжан, жасанды түрде күлімсіреп. Қош келдіңіз. Тауар дайын. Ақшаны көрейік. Тарик басын изеді де адамдарына дипломаттарды ашуға бұйрық берді. Іші толған көк қағаздар депоның әлсіз жарығында жалтырап кетті. Біздің ақшамыз әрқашан дайын, полковник, бірақ алдымен түркілардың оталдыру блоктарын және снайперлік винтовкаларды тексеруім керек. Сіздердің әскерилеріңізге сенім аз, деді Тарик суық дауыспен. Бақытжан өз адамдарына ишарат жасады. Олар үлкен ағаш жәшіктерді темір сүйменмен, ломен ашып, ішіндегі жап-жаңа заманауи қаруларды көрсете бастады. Төбеде жатқан Зарина бұл көріністі бақылап, саусағын шүртпеге қойды. Отанның қаруын, халықтың салығына алынған қорғаныс құралдарын терроршыларға сатып жатқан сатқынды көру, оның ішіндегі кек отын одан бетер лаулатты. Бірақ ол асықпады. Ойын енді ғана басталды. 12 тарау, түнектегі би және бірінші хан. Мәміле жасалып, арабтар ақшаны Бақытжанның алдына қоя берген сәтте, Зарина пульттің түймесін басты. Шарт! Депо ішіндегі барлық прожекторлар мен шамдар бір секундтың ішінде өшіп, үлкен ғимарат тас қараңғылыққа қамалды. Не болды? Жарық қайда? Деп бақырды Бақытжан, дауысы үрейге толып. Ол бірден машинаның артына тығыла қалды. Бұл тұзақ. Олар бізді алдады. Атыңдар! Деп айқайлады Тарик, ақша салынған чемодандарды жаба салып. Ол Бақытжанның адамдары ақшаны тартып алмақшы деп ойлады. Екі жақтың да сарбаздары қараңғыда қаруларын кезеніп, бір-біріне оқ жаудыруға сәл ғана қалды. Бірақ Бақытжан жанұшыра бақырды. Атуды тоқтатыңдар. Тарик, бұл біз емес. Бұл бөгде шабуыл. Бәрің орындарыңда тұрыңдар. Данияр, қосалқы генераторды қос. Төбедегі мергендер, баяндаңдар. Бірақ Бақытжанның рациясы үнсіз қалды. Төбеге шыққан екі мергеннен ешқандай жауап болмады. Олар осыдан 20 минут бұрын Заринаның үнсіз пышағының құрбаны болып, баяғыда қансырап жатқан еді. Зарина кран балканың үстінен үнсіз төмен сырғып түсті. Ол жерге тиген бойда түнгі көру көзілдірігі арқылы тас қараңғыда бәрін күндізгідей анық көріп тұрды. Оның бірінші мақсаты Бақытжанның адамдарын психологиялық тұрғыдан сындыру және оларды арабтармен атыстырып жіберу. Ол Бақытжанның шетте тұрған екі күзетшісінің ту сыртынан елесше жетіп келді. Олардың бірінің тамағына тактикалық пышағын соғып, екіншісінің басына дыбыс бәсеңдеткіштен дәл оқ атты. Екі дене дыбыссыз жерге сұлап түсті. Зарина олардың біреуінің автоматын алып, оқпанын арабтар тобы тұрған жаққа бағыттады да, оның өлген саусағымен шүртпені басып, бірнеше рет оқ атып жіберді. Автоматтың жарқылы қараңғыда оттай жанды. Оқтар Тариктің екі содырының кеудесіне тиіп, оларды сұлатып түсірді. Олар бізді атып жатыр. Бұл сатқындық. Бәрін қырыңдар, деп бақырды Тарик. Араб содырлары Бақытжанның бағытына қарай аяусыз оқ жаудыра бастады. Депоның іші құлақ тұндырарлық атысқа, жарқылға және айқайға толды. Бақытжанның адамдары да жауап қайтаруға мәжбүр болды. Екі қылмыстық топ енді бір-бірін қыра бастады. Нағыз қырғын басталды. Ал Зарина болса, бұл қанды хаостың ортасында көлеңкедей сырғып, аман қалған күзетшілерді бір-бірлеп үнсіз жойып жатты. Ол жүгірген жоқ, ол асықпады. Оның әрбір қимылы өлімнің мінсіз биіндей еді. Ол арабтардың артына өтіп тағы үшеуін пышақпен бауыздады. Сосын Бақытжанның офицерлері тұрған жаққа өтіп, олардың ту сыртынан оқ жаудырды. Ешкім оның қайдан атып жатқанын, оның кім екенін түсіне алмады. Қараңғылық, үрей және оқтардың ысқырығы оларды ес-түссіз паранойяға ұшыратты. 13 тарау, тозақ отының жарылуы. Бақытжан көліктің дөңгелегінің артына тығылып, басын екі қолымен ұстап дірілдеп отырды.
Оның айналасында оның адамдарының мәйіттері құлап жатты. Бұл сол қаншық. Ол бәрімізді өлтіреді. Деп жылап жіберді Бақытжан, өзінің қатыгез офицер екенін мүлдем ұмытып. Ол тек өзін қалай құтқаруды ғана ойлады. Атыс сәл бәсеңдеген сәтте Данияр, күзет бастығы, Бақытжанға жанына еңбектеп келді. Бастық, біздің жігіттердің жартысы қырылды. Арабтар да өліп жатыр. Біз бұл жерден кетуіміз керек. Ақшаны алып қашайық. Деп айқайлады Данияр, иығынан аққан қанды басып. Ақша? Иә, ақша. Ол арабтардың фурасында қалды. Мен оны тастап кетпеймін. Деп бақырды Бақытжан ашкөздікпен. Бірақ олар орнынан тұруға дайындалған сәтте Заринаның баяғыда орнатып қойған жоспарының екінші кезеңі іске қосылды. Ол қашықтан басқару пульті арқылы қару-жарақ тиелген жәшіктердің астына және арабтардың ақша салынған дипломаттары тұрған көліктің астына қойылған 4 жарылғыштарын іске қосты. Гүрс, бам! Жер сілкінгендей болды. 3 тізбектелген қуатты жарылыс деп оның шатырын жұлып әкете жаздады. Миллиондаған доллар салынған фуралар, заманауи зымырандар мен қарулар салынған жәшіктер орасан зор отты шарға айналып аспанға ұшты. Ақшада, қаруда, арабтардың қалған содырлары да бір секунд ішінде күлге айналды. Оттың жарығы деп оның ішін күндізгідей жарқыратып жіберді. Жарылыс толқыны Бақытжан мен Даниярды 10 метрге ұшырып жіберді. Олар қабырғаға соғылып, ес-түссіз еденге құлады. Бақытжанның көз алдында оның бүкіл арманы, миллиондаған доллар ақшасы қағаз қиқымдары сияқты жанып, ауада ұшып жүрді. Оның империясы дәл осы сәтте физикалық түрде де, моральдық түрде де күл талқан болды. 14 тарау, жалғыз қалған сатқын. Бақытжан құлағындағы қатты шыңылдан әрең есін жиды. Оның үсті басы қан, киімі жыртылған, бір аяғы қатты зақымдалған еді. Ол айналасына қарады. Жанып жатқан көліктердің арасында ешқандай тірі адам қалмаған. Тарикте оның содырлары да Бақытжанның өзінің 15 адамы мен 4 офицері де түгелдей қырылған болатын. Қан мен күйік иісі қолқаны қабат. Оның жанында жатқан Даниярдың кеудесіне үлкен темір арматура кіріп кеткен екен, ол да өліп жатты. Бақытжан жалғыз қалды. Ол қорқыныштан өкіре жылап орнынан әрең тұрды. Ол ақшаны да, билікті де ұмытты. Оның миында тек бір ғана жабайы инстинкт қашу, тірі қалу ғана қалды. Ол сыртында тұрған жалғыз аман қалған Ленд крузерге қарай ақсаңдап жүгірді. Есікті жолға ашып ішіне кірді де, қалтыраған қолдарымен кілтті бұрады. Мотор оталды. Ол газды түбіне дейін басып деп оның темір қақпасын бұзып өтіп, тас қараңғы түнгі жолға қарай тұра қашты. Оның жүрегі кеудесінен шығып кете жаздады. Құтылдым. Мен құтылдым. Деп күбірледі ол көзінен аққан жасты сүртіп. Ол бұл жарылыстың дауысы қалаға жетіп, қазір арнайы жасақ пен полиция осылай қарай келе жатқанын білді. Оған тек шекараға жету керек еді. Бірақ ол артқы орындықтағы қараңғылықтан оған қарап отырған мұздай суық, жыртқыш көздерді байқаған жоқ болатын. Сен шынымен де тозақтан қашып құтыламын деп ойладың ба, Бақытжан? Деді артқы орындықтан шыққан таныс, үрейлі дауыс. Бақытжанның бойынан қан қашып кетті. Ол тежегішті кілт басып, көлік қарлы жолда шыр айналып барып, арыққа түсіп тоқтады. Бақытжан қалтырап, артқа қарауға да қорқып, орнында қатып қалды. Артқы орындықта Зарина отыр еді. Оның беті қап-қара күйе мен қанға боялған, көздері болаттай суық. Оның қолындағы тапаншаның ұңғысы Бақытжанның шүйдесіне тіреліп тұр. Зарина! Деп жылады Бақытжан, дауысы бұзылып. Ол енді бұл әйелді адам емес, нағыз өлімнің періштесі ретінде көрді. Кешір мені. Мен бәрін қайтарамын. Мен сотқа барайын, бәрін мойындайын. Тек мені өлтірмеші. Сен заңның адамсың ғой. Сен генералсың. Зарина тапаншаны оның басына қаттырақ тіреді. Сен дұрыс айтасың, Бақытжан, мен заңның адамы едім. Бірақ сен мені мұзды өзенге лақтырған түні, ол генерал өлді. Ол судың түбінде қалды. Ал мына судан шыққан нәрсе, ол заңға да, мейірімге де бағынбайды. Ол тек әділеттілікке ғана бағынады. Жоқ, өтінемін, деп бақырды Бақытжан.
Сенің тозағың енді ғана басталады, сатқын, деді Зарина. Ол шүріппені басудың орнына тапаншаның сабымен Бақытжанның шекесінен бар күшімен ұрды. Бақытжанның көз алды қараңғыланып, ес-түссіз құлады. Ойынның соңғы, ең қорқынышты бөлімі алда еді. Зарина оны жай ғана өлтіруді жоспарлаған жоқ. Ол Бақытжанды бүкіл елдің, бүкіл армияның алдында масқара етіп, оның сатқындығын әлемге паш етуді шешкен болатын. 4 бөлім: әділеттілік таразысы және елестің соңғы бұйрығы. Финал. Әділеттілік соқыр болуы мүмкін, бірақ кек әрқашан анық көреді. Мен оның тәнін емес, оның атын, оның жалған абыройын өлтірдім. Сатқын үшін тарихта батыр болып қалудан гөрі масқара болып өлу ең ауыр жаза. 15 тарау: құзғынның оянуы. Бақытжан есін жиғанда көзін ашудың өзі азап болды. Басы сынып бара жатқандай ауырып, тамағы кеуіп кеткен. Ол жан-жағына қарап, өзінің қайда екенін түсінуге тырысты. Бұл оның жылы, жарық кабинеті немесе элиталық пәтері емес еді. Бұл ызғарлы, сыз тартқан, қараңғы жертөле. Бетон қабырғалар. Төбеден тамшылаған судың үні ғана естіледі. Ол орнынан тұрмақ болды, бірақ аяқ-қолы ауыр темір шынжырмен орындыққа тас қылып байланған екен. Ол қанша тыпырласа да, шынжырлар оның етіне батып босатар емес. Оның қарсысындағы қараңғылықтың ішінен бір фигура бөлініп шықты. Зарина ол үстіндегі тактикалық киімін шешпеген, бірақ шашын сумен жуып бетіндегі күйені сүрткен. Оның алдындағы үлкен темір үстелдің үстінде 2 зат жатты. Біреуі Заринаны тартып ал. Қайырлы таң, полковник, деді Зарина, дауысы жер астынан шыққандай жаңғырып. Мен қайдамын? Зарина, не істемекшісің? Мені полицияға тапсыр. Сотта, бірақ бұлай қинама, деп жылап жіберді Бақытжан. Оның даусындағы қорқақтық пен бейшаралық енді толықтай ашылған еді. Зарина үстелдегі флешканы қолына алып, онымен ойнап тұрды. Бұл флешкада сенің халықаралық террорлық ұйымдарға қару сатқаның туралы, офшорлық шоттарың туралы, тіпті жоғары эшелондағы кімдерді сатып алғаның туралы барлық мәліметтер бар екенін білесің ғой. Иә, деді ол. Бақытжан жұтынып қойды. Иә, білемін. Ал сен оны алған кезде неге оқып көрмедің, Бақытжан? Сен оның құпия сөзін бұзып, ішіндегі ақпаратты тексерген жоқсың ғой. Өйткені сен тым ашкөз болдың. Сен тек ақшаны ғана ойладың, деді Зарина, флешканы үстелге қайта тастап. Егер сен оны оқыған болсаң, онда тағы бір қызық файл бар екенін көрер едің. Бақытжан түсінбей қалды. Қандай файл? Зарина оған жақындап көзіне тіке қарады. Бұл флешкада менің өлгенімді растайтын, менің көлігіме жарылғыш зат қоюды бұйырған сенің даусың жазылған аудиожазба бар. Бақытжан, мен қасқырлар шатқалына барғанда сенің сатқын екеніңді біліп бардым. Мен сенің әрбір қадамыңды алдын ала есептеп қойған болатымын. Бақытжанның көздері шарасынан шығып кетті. Сонда, сен менің шабуыл жасайтынымды білдің бе? Әрине, білдім, деді Зарина салқын қандылықпен. Мен арнайы жасақтың генералымын. Біз кездейсоқ өліммен өлмейміз. Мен сенің шынайы бет бейнеңді ашу үшін, сенің бүкіл жемқорлық желіңді түбімен қопару үшін өзімді құрбандыққа шалдым. Менің суға құлауым бұл тек жоспардың бір бөлігі ғана еді. Бірақ сенің оқ атуыңмен аяз ол аздап жоспардан тыс болды. 16 тарау: шындықтың эфирі. Зарина үстелдің үстінен кішкентай камераны және ноутбукты қосты. Ал енді, Бақытжан, сенің ең басты қорқынышыңмен бетпе-бет келетін уақыт келді, деді ол. Не істемекшісің? Мені өлтіресің бе? Өлім тым жеңіл жаза. Сен маған қош болыңыз, жолдас генерал, деп мені өзенге лақтырғаныңда, менің тарихтағы атымды қаралап, өзіңді батыр етіп көрсеттің. Сен менің табытыма гүл қойып, жалған көз жас төктің. Енді сен сол сөздерің үшін жауап бересің. Зарина камераны Бақытжанның бетіне бағыттады. Ол ноутбукте бірнеше батырманы басып, тікелей трансляцияны, эфирді қосты. Бұл трансляция тек қорғаныс министрлігінің ішкі желісіне ғана емес, барлық тәуелсіз жаңалықтар агенттіктерінің серверлеріне бұзып кіріп, бірдей таратыла бастады.
Бүкіл ел, барлық министрлер, офицерлер мен қарапайым халық экрандарынан жарала кісенделіп отырған Бақытжанды және оның жанында тұрған тірі генерал Зарина Асанованы көрді. Бұл нағыз ақпараттық бомба еді. Сөйле, деді Зарина, тапаншаның ұңғысын кадрдан тыс ұстап тұрып. Өзіңнің кім екеніңді, қаруды кімдерге сатқаныңды, мені қалай өлтірмекші болғаныңды және кешегі локомотив депосындағы жарылыстың не үшін болғанын бүкіл халыққа айт. Егер бір сөзді өтірік айтсаң, мен сенің басыңды дәл осы камераның алдында жұлып аламын. Бақытжан экранға қарап қалтырап көзінен жас сорғалап тұрып барлық шындықты айта бастады. Ол өзінің сатқындығын, шетелдік содырлармен келісімін, ақшаға қалай құныққанын түгелдей мойындады. Оның дауысы дірілдеп, бейшаралығы бүкіл елге паш етілді. Оның мақтаулы батыр полковник бейнесі бірнеше минуттың ішінде халық жауы, сатқын, қорқақ деген масқара атаумен алмасты. Оның отбасы, достары, қолдаушылары бәрі одан теріс айналды. Ол тарихта мәңгілікке масқара болды. Бәрін айттым. Құдай үшін бәрін айттым. Деп еңіреп жылады Бақытжан, трансляция аяқталған соң. Енді мені өлтір. Мен бәрібір өмір сүре алмаймын. Зарина камераны өшірді. Ол үстелдегі флешканы қалтасына салып, тапаншаны қолына алды. Ол Бақытжанға жақындап, тапаншаның оқпанын оның маңдайына тақады. Бақытжан көзін тарс жұмып, өлімді күтті. Бірақ атыс болған жоқ. Зарина тапаншаның бекітпесін қайырып, оның ішіндегі оқтарды еденге шашып тастады да, бос қаруды үстелдің үстіне лақтырды. Мен сені өлтірмеймін, Бақытжан, оған сен лайық емессің, деді ол мұздай дауыспен. Сенің өлімің маған ешқандай жеңілдік әкелмейді. Сен енді қалған өміріңді өзің жасаған тозақтың ішінде, темір тордың артында, барлық адамдардың жек көрушілігімен өткізесің. Бұл сенің маған берген өліміңнен де ауыр жаза болады. Ол артына бұрылып, жертөленің есігіне қарай баяу қадам басты. Зарина, мені бұл жерде қалдырма. Мені түрмеге өздерің апарыңдар, деп бақырды Бақытжан жанұшыра. Арнайы жасақ Альфа тобы бұл жердің координатасын алды. Олар 5 минуттан кейін осында болады. Сен оларға өз қылмыстарың үшін жауап бересің, деді Зарина есіктен шығып бара жатып. Ол артына бұрылып, соңғы рет Бақытжанға қарады. Қош бол, сатқын. Есік тарс жабылды. Бақытжан қараңғылықта өз жаңғырығымен жалғыз қалды. 17 тарау, елестің соңғы бұйрығы, эпилог. Бір аптадан соң. Астана қаласы. Қорғаныс министрлігінде үлкен тазарту жұмыстары жүрді. Бақытжанның мойындауы және флешкадағы дәлелдер арқылы ондаған жемқор шенділер, генералдар мен полковниктер қамауға алынды. Қару-жарақ саудасының үлкен желісі толықтай жойылды. Бақытжан Оспанов мемлекетке опасыздық жасаған үшін өмір бойына бас бостандығынан айырылып, ең қатаң режимдегі колонияға жөнелтілді. Оның есімі армия тарихынан өшірілді. Ал генерал Зарина Асанова, ол ресми түрде қайтадан тірілді. Оның қаһармандығы, сатқындарды жалғыз өзі әшкерелегені туралы аңыздар бүкіл халықтың арасында жыр болып айтылып жатты. Оған президенттің өзі халық қаһарманы атағын табыстамақшы болды. Бірақ марапаттау күні Зарина Асанова мінберге шыққан жоқ. Оның орнына қорғаныс министріне бір хат пен Заринаның генералдық погондары салынған қорап келді. Хатта былай деп жазылған еді. Құрметті министр мырза, мен өзімнің отан алдындағы, ант алдындағы соңғы бұйрығымды орындадым. Қазақстан армиясы сатқындардан тазартылды. Бірақ мұзды өзенге құлаған түнімен өзімнің бір бөлшегімді сол тұңғиықта қалдырдым. Мен енді кабинетте отырып бұйрық беретін генерал емеспін. Менің жолым енді көлеңкеде жалғасады. Егер елімізге қайтадан ішкі жаудан қауіп төнсе, мен міндетті түрде ораламын. Ал әзірге мені іздемеңіздер. Зарина Асанова. Бұл хат барлық генералдарды үнсіздікке батырды. Олар бұл әйелдің рухының қаншалықты биік екенін, оның билікке немесе атаққа ешқашан қызықпағанын түсінді. Сол күні кешке Алматы қаласының шетіндегі халықаралық әуежайда қарапайым қара пальто киген, шашын қысқа кескен, жанарында сабырлылық ұялаған бір әйел шетелге ұшатын ұшаққа отырды. Ол терезеден түнгі қаланың жарықтарына қарап жеңіл күрсінді.
Оның кеудесіндегі үлкен тыртық сырқырап ауырды, бірақ жүрегінде тыныштық бар еді. Мұздай өзеннен аман шыққан елес өзінің миссиясын аяқтады. Бірақ аңыз мәңгілікке жалғаса бермек. Соңы